Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгінгі дәрісте біз сіздермен бірге шахмат ойындағы пат ұғымымен танысамыз. Шахмат ойынында жүріс жасайтын жақ өзінің фигураларымен жүре алмаған кезде, және де жүріс жасайтын жақтың король фигурасының жүретін торлары қарсылас фигураның бақылауында тұрған кезде, бұндай жағдай пат болып саналады. Пат болған жағдайда ойын теңдікпен аяқталады. Бұл позицияда ақ түсті фигуралардың жүріс кезегі, ақ түсті фигуралар F1 торында орналасқан ферзь фигурасы мен G1 торына жүріп, қарсылас король фигурасына шах қояды. Қара түсті король фигурасы H8 торына жүреді, ферзь фигурасы G6 торына жүреді. Енді қара түсті фигуралардың жүріс кезегі, қара түсті фигуралар король фигурасы мен G8, G7 және H7 торларына жүре алмайды. Себебі бұл торлар қарсылас ферзь фигурасын бақылауында тұр. Қара түсті фигуралар сонымен қатар сарбаз фигураларымен жүре алмайды. Себебі ол сарбаз фигуралардың алдында қарсылас ақ түсті сарбаз фигуралары тұр. Бұл позицияда қара түсті фигуралардың жүріс жасау мүмкіндігі жоқ болғаннан кейін, бұл позиция паттық болып саналады. Шахмат ойыны ережесі бойынша, позиция паттық болған жағдайда ойын теңдікпен аяқталады. Келесі позиция, бұл жерде ақ түсті фигуралардың жүріс кезегі, ақ түсті фигуралар D6 торында орналасқан король фигурасы мен E6 торына жүреді. Енді қара түсті фигуралардың жүріс кезегі, қара түсті фигуралар E8 торында орналасқан король фигурасы мен D8 немесе F8 торына жүре алмайды, себебі бұл торлар қарсылас сарбаз фигурасын бақылауында тұр. Және де қара түсті король фигурасы D7 немесе F7 торына жүре алмайды, себебі бұл торлар қарсылас король фигурасының бақылауында тұр. Қара түсті король фигурасы сонымен қатар E7 торында орналасқан ақ түсті сарбаз фигурасын жеп қоя алмайды, себебі бұл сарбаз фигурасы қарсылас король фигурасының қорғауында тұр. Бұл позицияда қара түсті фигуралардың жүріс жасау мүмкіндігі жоқ болғаннан кейін, бұл позиция паттық болып саналады. Келесі позиция, бұл жерде қара түсті фигуралардың жүріс кезегі, қара түсті фигуралар G1 торында орналасқан піл фигурасы мен H2 торына жүреді. Енді ақ түсті фигуралардың жүріс кезегі, ақ түсті фигуралар A8 торында орналасқан король фигурасы мен A7 торына жүре алмайды, себебі бұл тор қарсылас король фигурасының бақылауында тұр. Және де ақ түсті король фигурасы B8 торына жүре алмайды, себебі бұл тор қарсылас піл фигурасының бақылауында тұр. Ақ түсті король фигурасы сонымен қатар B7 торына жүре алмайды, себебі бұл тор қарсылас ат фигурасын бақылауында тұр, және де қарсылас король фигурасын бақылауында тұр. Бұл позицияда ақ түсті фигуралардың жүріс жасау мүмкіндігі жоқ болғаннан кейін, бұл позиция паттық болып саналады. Келесі позиция, бұл жерде ақ түсті фигуралардың жүріс кезегі, ақ түсті фигуралар H4 торында орналасқан ат фигурасы мен G6 торына жүреді. Енді қара түсті фигуралардың жүріс кезегі, қара түсті фигуралар G8 торында орналасқан король фигурасы мен F8 немесе H8 торына жүре алмайды, себебі бұл торлар қарсылас ат фигурасын бақылауында тұр. Және де қара түсті король фигурасы F7, G7 және H7 торларына жүре алмайды, себебі бұл торлар қарсылас ладья фигурасын бақылауында тұр. Бұл позицияда қара түсті фигуралардың жүріс жасау мүмкіндігі жоқ болғаннан кейін, бұл позиция паттық болып саналады. Бүгін біз сіздермен бірге шахмат ойындағы пат ұғымымен таныстық. Бұл дәріс сіздерге ұнаса, бейнеге лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер.